7 жыл ядролық физиканың мамандығын оқыдым. Енді ол жақ негізі ғылыми бағыт қой. Біріншіден мен жаңағы мұғалімдік саласына қалай келдім дегенде, менің жаңағы жолдас балалар мына зерделі ақыл ой дамыту орталығы деген орталық бар. Біз жаңағы студент кезімізде сабақ беріп бастадық та. Бірінші менің жаңағы группалас балаларым барды. Одан кейін мен де барып, енді бастапқыда қажеттіліктен туған шығар деп ойлаймын. Өйткені экономикалық тұрғыдан бәрімізге енді ақша қажет деген сияқты. Мен де сол жаңағы жас студенттердің бірі болып сонда бардым. Негізгі мамандығым жаңағы мұғалім болмаса да, сол жақта физиканы жақсы білгендіктен сол ортада өзімді сынап көргім келді. Сосын онда барып жаңағы мұғалім ретінде сабақ беріп көрдім. Ұнай бастады. 7 жылды оқып бітіргеннен кейін ойлап қарасам, былай жаңағы мұғалімдіктен маған алыстау дүние емес, жаныма жақын дүние екен. Сосын кейін ары қарай мұғалімдік саласына кіріп кеттім. Жаңағы өзіңіз айтқандай даярлау курсын оқыдым да. Ары қарай неге қазақтың жаңағы балаларына неге жаңағы өзімнің білгенмен бөліспеске? Адам баласы 3 нәрседе қателеспеу керек дейді. Біріншісі жаңағы мамандық талдауда дейді. Мен енді қалғандарын айтпай қояйын. Жас мысалы буындар болады, алғаш жаңағы мамандығын талдаған кезде қате талдап болады да. Ал педагогикалық даярлық курстары олар екінші сізге беретін мүмкіндік қой. Егер де өзіңіз адасып басқа жаққа қарай кетіп қалатын болсаңыз, өзіңізді қайтадан тауып, жаңағы мысалы мен сияқты педагогика саласына қайтып келесіз деп. Мен өзім көзқарасым солай, негізі жақсы, өте дұрыс бастаған. Универде оқыған кезде біздікі бастапқыда былай қарасаңыз ғылыми тұрғыдан оқыдық қой, педагогикалық тұрғыдан емес. Біз сәл тереңдетіп оқыдық деген деп айтсам болады. Педагогикаға қарағанда. Одан енді бастапқыда маған шынымен қиын болды жұмыс жасау барысында. Одан балаларға жаңағы ол сабақ беру барысында ол бірден келмейтін дүние, ол бір уақыт керек қой. Өзі жаңағы биологиялық тілмен айтқанда организмдер ортаға бейімделеді, немесе ортаны өзгертеді дейді. Мен бейімделдім деп ойлаймын, ана балаларға қарап бейімделіп, бірте-бірте қалай жаңағы педагог ретінде өзімнің қалай қалыптасып кеткенімде қалдым деп айтамын. Сабақ барысында оқушылардан жиі қойылатын сұрақ, мысалы физиканың есептері бастапқы жағдайда оңай болатын болса, мысалы ол кезде балаға қызықты болады. Одан тақырыптар жаңағы мысалы бізде А тобының есебі, Б тобының есебі деген болады ғой. Ондай қиын бола бастағанда балалар шаршап бастайды. Сол кезде сұрақ қояды, көбісі қояды, ағай бізге физика өмірде не үшін қажет? Сол кезде мен бастапқыда жауап беруге жаңағы қиналатынмын. Шыны керек, өйткені мысалы сіз айта алмайсыз ғой, мысалы көлік қозғалып кетіп бара жатыр, оның қозғалысын зерттейсің, оның жолын зерттейсің, ол балаға ешқандай керек емес болуы мүмкін да. Сол кезде мен жаңағы мына құндылықтардың негізінде балаларға жаңағы физиканы өмірмен байланыстырып түсіндіре бастадым да. Мысалы Абай атамызды айтайықшы. Абай атамыздың мынандай бір өлеңі бар ғой. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен татты күй, көңілге түрлі ойсалар, ән сүйсең менше сүй дейді. Бұл өлеңді қарасаңыз бір әдетте өлең сияқты да. Бірақ неге адам баласы жаңағы бір әсем әнді тыңдағанда неге ол көңіл күйі жақсы болады? Өйткені ол ғылыми жаңағы физиканың тілімен айтқан кезде бұл энергиялық деген сөз да. Энергия жоқтан пайда болмайды, жоғалып кетпейді, бір денеден екінші денеден көшеді. Демек сіз әдемі музыка тыңдадыңыз, әдемі әуен тыңдадыңыз, жағымды сөз тыңдадыңыз, ол сізге жағымды энергия береді деген сөз. Бұл мен балаға не айтуға болады? Мысалы жақсы сөз жарымырыз, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Мысалы сіз не істеу керексіз? Қасыңдағы адамдарға, мысалы ата-анаңа, өзіңнің қоршаған ортадағы адамдарға жылы сөйлеу керексің де, ол жағымды энергия береді. Тағы да сол Абайға келеміз ғой. Гүл әлемді тарынан қауызына сыйғызған Тәңірімнің шеберісіне шек келтіруге бола ма деген Абай атамыздың бір сөзі бар. Біз енді квант дейміз, ол енді кванттық әлем алып қарайтын болсақ, мысалы жаңағы дүниенің жаратылысы, мысалы жаңағы дүние неден тұрады, мысалы біздің қоршаған ортада, мысалы біз барлығымыз білеміз, ол жаңағы атомнан тұрады, атом молекуладан тұрады, молекула атомнан тұрады, атомның ортасында ядро орналасады, оның сыртында электрондық айналып жүреді деген сияқты. Ал жаңағы оның негізгі энергиясы ол ядроның көзі болады. Енді мысалы бұны да квантпен байланыстырып алып кетуге болады. Немесе жаңағы тура мен айтып өткенде Эйнштейннің салыстырмалық теориясымен жаңағы түсіндіріп кетуге болады. Енді жаңағы Абай атамыздың сөзімен қалай байланыстырасыз? Ол дүниені тарының жаңағы қауызындай дәрежеге сыйғызу деген ол қалай? Мысалы сіз қараңыз, иә, ядроның ішінде алапат энергия бар. Атомдық планетарлық модель дейміз ғой. Атомдық планетарлық модельге қарайтын болсақ, неге біз оны біріншіден планетарлық модель дейміз? Өйткені күн жүйесін қараңызшы, күн жүйесінде ортада күн орналасады. Ал оны планеталар айналып қозғалады да. Ал негізгі энергия көзі не болып табылады? Күн болып табылады. Енді қараңыз, күнді айналып қозғалып жүр. Ал күн жарылса не болады? Ол айналасындағы планеталарға қалай әсер етеді? Енді қараңыз, мен жаңа ядро дедім ғой. Ядро жарылса не болады деген сияқты. Мысалы бір ядро жарылса түгетпеуі мүмкін. Ол жерде жаңағы алапат энергия жатыр да. Мысалы біз уранның бір ядросын жарықшы.
ол жерде түк болмауы мүмкін. Сіз тонналаған ядроны жарыңыз, ол кезде ядролық қару шығады. Сонда ана жаңағы бүкіл планеталардың қозғалысын ядроның қасиетін ішіне сыйғызып тұр. Сіз оны салыстырмалық теориямен де түсіндіре аласыз, Эйнштейннің айтып өткен, немесе жаңағы Абай атамыздың айтқан бүкіл әлемнің тағдырын бір ядроның ішіндегі энергияға сыйғызып тұр деп те түсіндіре аласыз. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста дейді. Мысалы, оны ашқан ғалым кім? Резерфорд бар, жарайды. Жаңағы энергия тұрғысынан айтқан ғалым кім еді? Ол ең бірінші Эйнштейн еді. Эйнштейннің жаңағы мына ядроны жаруға арналған mc квадрат деген тең болады, mc квадрат деген формуласы бар. Эйнштейн оны аша білді. Ол кісі ядроны жаруды білмеді дейсіз ба? Ол кісі жаруды білді, бірақ оны ашпай кетті да. Неге? Өйткені ол кісі білді. Ол кісінің жаңағы ақылы жетті. Ол формуланы ашты біріншіден, оның ақылы бар. Оның жүрегі бар. Неге? Ол алапат энергия адамның қолына түсетін болса, ол не істеуі мүмкін? Бүкіл әлемді жарып жіберуі мүмкін, жойып жіберуі мүмкін. Яғни ол кісінің жүрегі бар. Ақылы бар, жүрегі бар. Ал Эйнштейнде тағы да не бар? Қайраты бар. Неге? Өйткені оны жасауға күш қайраты жетті да. Демек Эйнштейн мына үшеуі бар болса, не деп айта аламыз? Ол кісінің толық адам деп айта аламыз. Әрбір мұғалім ол алдындағы келген оқушыларды шамшырақ ретінде жаға білу керек. Өйткені бүгінгі біздің алдымызда отырған оқушы ол бүгінгі шамшырақ, ертеңгі қазақтың көгінде жанып тұратын мен күні деп есептеймін. Өйткені анау Сұлтанмахмұт Торайғыров атамызша айтқанда, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың шегінде күн болмағанда кім болам дейді. Біз сондай ұрпақтарды тәрбиелеу керек. Сондықтан мен жаңағы балаларды өз алдыма келгенде шамшырағын жаға білуге тырысамын. Яғни балаларға енді жаңағы физикада, жаңағы олимпиадаға дайындады, ғылыми жоба барысында барлығын жаңағы ғылым жағында өзімнің білгенімен бөлісіп, балаларға енді негізі бағыт-бағдар беріп отырмын деп айтамын. Ары қарай енді балалардың өзінің еңбегі ғой. Москваның шетінде бір қалашық бар, тек қана ғылыммен айналысатын Дувна деген жер. Ол жерде тек қана өзіңіз айтып өткенде жаңағы ядролық физика саласындағы ғалымдардың барлығы сол жерде жиналған. Біздің орталық Азия, Қазақстан бәрі бар, даже Европадан да болуы мүмкін да. Бізде бастапқыда ой болды, жаңағы сол жаққа оқуға түсіп алып, сосын сонда қалып қоюға. Сонда жұмыс жасап жатқан менің группаластарым болды, бірақ бізде солай ойладық та артынан одан бас тарттық. Біріншіден, жаңағы біз өзімізді одан бұрын осы мұғалім саласында жұмыс жасап көрдік қой. Сосын ақылдаса келе осы өз елімізде қалып, өзіміздің жаңағы білгенімізді өзіміздің қазақтың балаларымен бөліскен біз жөн көрдік. Екіншіден, енді о жаққа қалған күннің өзінде де біріншіден қалай айтсам болады, бір болашақты көрмеген сияқтымын мен. Мысалы, ешқандай ұлтыма пайдам тимейді о жақта жүрсем. Мысалы, атом электр станциясы ол алапат энергияның көзі ғой, энергияны сіз басқарып отырасыз деген сияқты. Онымен егерде мысалы біз атом электр станциясын мысалы Қазақстан салатын болса, немесе жаңағы өзіңіз айтқандай уранды мысалы біз өңдеп сататын болсақ, өзіміз егерде өзіміз сататын болсақ, бұл енді экономикалық тұрғыдан Қазақстанға үлкен тиімді ғой. Біріншіден энергетикалық тұрғыдан алып қарайтын болсаңыз, басқа мемлекеттерге тәуелді емессіз. Мысалы Қырғызстаннан Қазақстан электр энергиясын алады, Ресейден алады. А неге мысалы біз атом электр станциясын салатын болсақ, біз керісінше басқа елдерге неге біз энергия сатпасқа? Шәкірт тәрбиелей беремін ғой. Өйткені о жақта білікті мамандар жетеді. Мен білетін мықты, менен жоғарғы оқыған, төменгі жаңа курста оқыған мықты балаларды білемін. Қазақтың өте мықты білімді балалар. Солар да жетеді. Мен сол білім саласында ары қарай жалғастыра беремін ғой.